Мен Амерова Разия Аққалиқызы 1996 жылдан бастап облыстық онкология диспансерінде дәрігер онкоцитолог мамандығы бойынша жұмыс жасап жатырмын. Біздің онкология диспансерде лабораториялық бөлімшелер бар. Ол лаборатория бөлімшеде цитология, клинический лаборатория, гистология. Осы үш мамандық бойынша біздің онкодиспансерде лаборатория бөлімдерінде дәрігерлер, гистолог, цитолог, врач-лаборанттар жұмыс істейді. Мен дәрігер цитолог ретінде онкодиспансерінде цитологиялық лабораторияның жаңағы исследованияларын қараймыз. Ол кезде біз цитологтар келген науқастардың материал алған исследованияларды қарап, олардың жаңағы атипичный клеткалердің өзгерістерін, олардың жаңа бағытын қарап, клиницистерге, дәрігерлерге біздер бағыт беріп отырамыз жаңағы лабораторияның, цитологияның заключениесін. Цитология заключениесінде келген науқастардан біздің дәрігерлер пункция алады, жаңағы сол бойынша біздер жаңағы сол цитологияның қандай түрі, доброкачественный түрімен, злокачественный түрімен соларды айырып, солардың жаңағы клеточный орындаларын айтып жазып жібереміз заключение. Бірінші цитологиялық жаңағы келген науқастардың пункция жасағанда клиницистер солардан алған материалдардың біздің лабораторияға келіп, лаборанттар жаңа дайындап, сол Папа Николау краскасымен бояп, біз ары қарай соларға заключениемізді береміз. Біздің енді тағы айта кететін морфология онкодиспансерінде өте маңызды рөл атқарады. Соның ішінде цитология, гистология өте маңызды рөл атқарады. Дәрігерлерге дер кезінде бағыт беріп, жаңағы ол ісіктің қандай түрі, жаңағы доброкачественный ма, злокачественный, сол түрлерін қарап жаңағы диагноз қояды. Ары қарай инструментальный методтарымен қарап, сол жаңағы нелерді, науқастарды уақытында алғашқы ерте анықтауына көмектеседі. Гистология жөнінде айтатын болсақ, тоже біздерде клинический жаңағы гистология лабораториясында тоже диагноз қойылады. Нелер гистологические исследованияны жаңағы тоже атипичный клеткалердің ағзадағы жаңағы қандай рак бар, қандай түрлері сатысындағы соларды айырады. Және де иммуногистохимия дейтін тоже бізде лаборатория. Оның да жаңағы таргентный терапия, ары қарай химиотерапиясын, ары қарай лечениесіне көмектеседі. Біздің онкология диспансерінде, цитология бөлімшесінде телепатология дейтін бар. Біздерде жаңағы дәрігер қойып, диагнозды жаңағы дифференциировать ету үшін иногда болады бір диагноздардың күрделі түрлері. Сол күрделі түрлерін анықтау үшін біздерде доғыр жаңағы телепатология арқылы біз Москвамен доғырға отырып, солардың дәрігерлерімен ақылдасып, сол дәрігерлермен бірге жаңағы диагнозды қоюға біздерге көп көмегі болады. Науқасқа дұрыс диагноз қоюға сондай жаңағы біздерде осы онкология диспансер телепатология дейтін не бар. Енді қазір жастардың арасында, морфолог ретінде қарасақ, в основном жаңағы жастардың арасында қазір көп рак шейки матки, жаңағы олардың тоже уақытында қаралмағаны, скрининге бармағаны, ОПЧ болуы мүмкін, солардан мысалы қаралмағаны кесінен болуы мүмкін рак шейки матки. Қай уақытта да науқас өзінің мазалап жүрген шағымдары болса, сол шағымдарымен өздерінің дәрігерлеріне уақытында барса, бұл ракқа апармауы мүмкін. Мысалы, если уақытында бармаса, шақырған кезде скринингден өтпесе, шақырып, өзінің жаңағы ауырған жерін дәрігерге қаралмаса, рак содан болуы мүмкін. Уақытында диагноз қойылса, онкологический рактар болмайды деп ойлаймын. Жастардың арасында жаңағы өзін уақытында тамақ ішпеуі, дұрыс жаңағы өздерін күтінбеуі, спортпен шұғылданбауы, сондай жаңағы әсерден болуы да мүмкін.